Айтпақшы, сіз әлемдегі кез келген жерге бара аламын деп ойлайсыз ба? Егер сіздің миллиардтаған долларыңыз болса, ең қымбат ұшақ пен ең мықты күзетті жалдасаңыз да, табаныңыз тие алмайтын мекендер бар екенін білесіз бе? Ол жерлерде уақыт тоқтап қалған, немесе ол жерлерде адамзаттан жасырған үлкен шындық жатыр. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл Айтпақшы арнасы. Бүгін біз сізбен бірге картада бар, бірақ өмірде жоқ жерлерге саяхат жасаймыз. Біз сізге әлемдегі ең жабық, ең қауіпті және ең құпия 5 мекен туралы айтып береміз. Бұл тізімде 60 мың жыл бойы сыртқы әлемнен оқшауланған тайпалар, 1 шаршы метрде 5 улы жылан мекендейтін арал және Ватиканның адамзат тарихын өзгертіп жіберетін құпия мұрағаттары бар. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені соңғы орын сіз бен біздің болашағымыз сақталған ақыр заман қоймасы. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Елестетіп көріңізші, 2026 жыл адамзат Марсты бағындыруды армандап, жасанды интеллектпен сөйлесіп жатыр. Бірақ Үнді мұхитының ортасында Андаман аралдарының құрамында бір мекен бар. Ол жерде адамдар әлі де тас дәуірінде өмір сүреді. Олар сентинелдіктер. Бұл аралға жақындау өліммен тең. Сентинелдіктер әлемдегі ең жауынгер және ең оқшауланған тайпа. Олар сырттан келген кез келген адамды, мейлі ол балықшы болсын, мейлі зерттеуші болсын, бірден садақпен атып өлтіріп тастайды. Олар біздің тілімізді білмейді, біздің технологиямызды қабылдамайды және ең бастысы бізді көргісі келмейді. Айтпақшы, 2018 жылы Джон Аллен Чау есімді американдық миссионер бұл аралға христиан дінін уағыздау үшін жасырын бармақшы болды. Ол балықшыларға пара беріп жағалауға жетті. Бірақ оның соңы немен аяқталды? Тайпа мүшелері оны жағажайда атып өлтіріп, денесін құмға көміп тастады. Үндістан билігі тіпті оның денесін алып шығуға батылы бармады. Неге? Себебі Үндістан заңы бойынша бұл аралға 5 шақырымнан жақын келуге қатаң тыйым салынған. Бұл тек адамдарды тайпадан қорғау үшін емес, тайпаны бізден қорғау үшін жасалған. Сентинелдіктердің біздің заманауи ауруларымызға, тіпті жай ғана тұмауға иммунитеті жоқ. Біздің бір рет түшкіргеніміз бүкіл бір тайпаны жер бетінен жойып жіберуі мүмкін. Олар 60 мың жылдан бері өз әлемінде өмір сүріп жатқан тірі тарих. Сентинел аралы картадағы ең үлкен ақ дақ болып қала бермек. Егер сіз жыландардан қорқатын болсаңыз, бұл бөлімді көру сізге оңай болмайды. Бразилия жағалауынан 35 шақырым жерде Кеймада Гранди аралы орналасқан. Оны әлем жыландар аралы деп біледі. Бұл жерге Бразилия үкіметі мен әскери теңіз флоты ешкімді жібермейді. Тіпті ең батыл зерттеушілердің өзі бұл жерге аяқ басудан бас тартады. Неге? Өйткені бұл аралды әлемдегі ең улы жылан алтын найзабас мекендейді. Бұл жылан тек осы жерде ғана бар. Статистикаға сенсек, аралдың әрбір шаршы метрінде 1-ден 5-ке дейін жылан бар. Яғни, сіз бір қадам жасасаңыз, кем дегенде бір жыланның үстінен түсуіңіз әбден мүмкін. Айтпақшы, бұл жыланның уы қарапайым жыландардан 5 есе қуатты. Оның уы адамның терісі мен етін бірден ерітіп жіберетін қасиетке ие. Егер ол шағып алса, сізді аман алып қалу мүмкіндігі нөлге тең. Аралда бір кездері маяк, яғни шырақшы және оның отбасы тұрған деген аңыз бар. Бір күні жыландар үйге терезе арқылы кіріп кеткен. Отбасы қашып шықпақшы болғанда, орманда оларды жыландар жан-жақтан шағып, түгелдей қырып тастаған. Содан бері маяк автоматты жүйеге ауыстырылған және аралға тек әскерилер мен арнайы рұқсаты бар ғалымдар ғана өте сирек барады. Бұл табиғаттың адам баласына кіруге болмайды деп қойған ең қатал шекарасы. Кеймада Гранди жыландардың нағыз патшалығы, онда адамдарға орын жоқ. Айтпақшы, сіз тарих оқулықтарында жазылған дүниелердің бәрі шындық деп ойлайсыз ба? Егер адамзаттың нағыз тарихы Ватиканның астында тереңде сақтаулы тұрсашы, біздің тізімдегі 3-ші орын Ватиканның құпия мұрағаттары. Бұл әлемдегі ең жұмбақ қоймалардың бірі. Бұл жердегі сөрелердің жалпы ұзындығы 85 шақырымды құрайды. Елестетіп көріңізші, 85 шақырым бойы тек құпия құжаттар мен көне қолжазбалар жиналған.
Бұл жерге кез келген адамның кіруі былай тұрсын, тіпті ең атақты ғалымдардың өзіне рұқсат алу өте қиын. Неге Ватикан бұл жерді соншалықты қатты күзетеді? Мұрағатта 12 ғасырдан бергі папалардың хаттары, мемлекеттік құпиялар және діни жәдігерлер сақталған. Мысалы, мұнда тамплиерлер орденінің сот процестері, Галилео Галилейдің ісі бойынша құжаттар, тіпті Шыңғыс ханның немересі Құлағу ханның Рим папасына жазған түпнұсқа хаттары бар деген деректер бар. Бірақ халық арасында бұдан да қорқынышты теориялар айтылады. Кейбіреулер бұл жерде хроновизор деп аталатын өткен шақты көруге мүмкіндік беретін құрылғы жасырылған дейді. Ал басқалары мұнда Иса пайғамбардың өмірі туралы біз білмейтін шындықтар, тіпті өзге планеталықтармен байланыс туралы дәлелдер бар деп сенеді. Ватикан бұл мұрағаттарды құпия емес, жеке деп атағанымен, күзет деңгейімен кіру шектеулері бұл жердің нағыз құпия екенін дәлелдейді. Сіз бұл жерге кіру үшін тек ғалым болып қана қоймай, өміріңіздің соңына дейін құпияны сақтауға ант беруіңіз керек болуы мүмкін. Егер біз құпия жерлер туралы айтсақ, Невада шөліндегі 51-ші аймақты айтпай кету мүмкін емес. Бұл ақш-тың ең жабық әскери базасы. 10 шақты жыл бұрын ақш үкіметі бұл жердің бар екені ресми түрде мойындаудан бас тартатын. Тек 2013 жылы ғана бұл базаның бар екені ашық айтылды. Бірақ ол жерде не болып жатқанын әлі күнге дейін ешкім білмейді. 51-ші аймаққа жақындаған кез келген адамды күзетшілері бірден тоқтатады. Ескерту белгілерінде өлтіруге рұқсат берілген деген жазу бар. Бұл жай ғана қорқыту емес, бұл жердің аспаны да, жері де ең заманауи датчиктермен және қарулы күзетпен қорғалған. Неге бұл жер соншалықты танымал? 1947 жылы Розуэльде апатқа ұшыраған НЛО-ның, яғни ұшатын тәрелге бөлшектері мен өзге планеталықтардың денелері дәл осы жерге жеткізілген деген аңыз бар. Бұрынғы қызметкері Боб Лазар 51-ші аймақта өзге планеталық технологияларды зерттегенін айтып, әлемді шулатқан еді. Ғалымдар мен әскерилер бұл жерде тек жаңа буынды ұшақтар сыналған десе де, халықтың күдігі сейілмейді. Неге базаның басым бөлігі жер астында орналасқан? Неге түнде ол жерден физика заңдарына бағынбайтын жарықтар көрінеді? 51-ші аймақ адамзаттың өзге әлеммен байланысы ма, әлде тек әскери технологиялардың шыңы ма? Бұл сұраққа жауапты біз жақын арада біле алмайтынымыз анық. Және біздің тізімдегі соңғы, бірақ ең маңызды орын Норвегияның Шпицберген архипелагында орналасқан бүкіл әлемдік тұқым қоймасы. Оны халық арасында ақыр заман қоймасы деп атайды. Елестетіп көріңізші, солтүстік мұхиттың ортасындағы мәңгілік мұзды таудың ішінде 120 метр тереңдікте алып бетон қойма орналасқан. Бұл жер әлемдегі ең қауіпсіз мекен. Ол ядролық соғысқа, астероидтың соқтығысуына және жаһандық жылынуға төтеп бере алатындай етіп салынған. Неге бұл жер жабық? Өйткені мұнда адамзат өркениетінің сақтау нүктесі орналасқан. Қоймада әлемнің түкпір-түкпіріне жиналған 1 миллионнан астам өсімдік тұқымы сақталған. Егер жер бетінде үлкен апат болып, ауыл шаруашылығы жойылса, аман қалған адамдар осы жерге келіп тіршілікті қайта бастау үшін тұқым алады. Айтпақшы, бұл қойма тек ақыр заман келгенде ғана емес, қазірдің өзінде пайдаға асып жатыр. Мысалы, Сириядағы соғыс кезінде Алепподағы тұқым қоры жойылғанда, ғалымдар осы Шпицберген қоймасынан өздеріне тиесілі тұқымдарды қайтарып алып, егіншілікті қалпына келтірді. Бұл жерге кіруге қатаң тыйым салынған. Ол жерде ешқандай қызметкер тұрақты тұрмайды, барлығы автоматтандырылған. Бұл адамзаттың өз болашағы үшін жасаған сақтандыру полисі. Біз бұл қойманың есігі ешқашан ашылмауын тілейміз, бірақ оның бар болғанның өзі бізге үміт сыйлайды. Міне достары, біз әлемдегі ең жабық 5 орынды аралап шықтық. Сентинель аралының жабайы табиғатынан Ватиканның жұмбақ мұрағаттарына дейін, 51-ші аймақтың мистикасын, ақыр заман қоймасының суық қабырғаларына дейін. Бұл жерлер неге жабық? Бәлкім біздің қауіпсіздігіміз үшін, бәлкім біз әлі білуге дайын емес шындықтарды жасыру үшін. Қалай болғанда да, бұл әлемде әлі де ашылмаған құпиялар өте көп. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз осы 5 орынның қайсысына барғыңыз келер еді? Немесе біз айтпай кеткен тағы қандай құпия жерлерді білесіз? Пікірге жазыңыздар, біз бәрін оқимыз. Бұл айтпақшы арнасы болды. Есіңізде болсын, кейбір есіктердің жабық тұрғаны біз үшін қайырлы.